Сәлеметсіздер ме, Асылзат Бегалықызының қымбатты тыңдармандары. Арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін сынық ыдыс жайлы әңгіме баяндап беретін боламын. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп қолдау білдіре кетіңіздер. Сынық ыдыста ас ішпе дегенді естіген боларсыз. Оны кейбіреулер қазақтың бітпейтін ырымына балайтыны жасырын емес. Шындығында ата-бабамыздың қайсы бірі ырым тыйым бекер шықпаған. Астарына үңілер жан болса, әрбірінде үлкен тәрбиелік мән жатыр. Сынық ыдысты ұстамау, одан ас ішпеу. Есімде мынадай бір оқиға мәңгі қалып қойыпты. Бала күнгі сәт. Таңертең біздің үйде кәдімгідей қарбалас болады. Әсіресе таңғы көрініс тіптен бөлек. Әңгіме кімге қарасаң бәрі асығыс. Бәрімізде атамның темірдей тәртібіне бағынамыз. Таңғы 7-де үлкенді кішіліміз түгел дастарханда отырамыз. Ауырдым, кешке кеш жатқам дегенде сынды сылтаулар өтпейді. Ондай жағдай бола қалса, генералдың қаһарына ұшырайтынымыз анық. 3 күн ас сусыз жазаланамыз. Мұны әсіресе кішкентайлар да жақсы біледі. Олар да еркеліктерін дастархан басында көрсетпейді. Атамның бір сөзі жүрегіңді суырып алардай болады. Көңілі толмаған түрін көргенше құрып кеткенің жақсы. Күнделікті әдетімізше бәріміз асығыс-үсігіс дастархан басына жинала бастадық. Үстелдің төрінде отырған атам қолындағы кесені алып, анамның алдына лақтырып жіберді. Ішіндегі шайы етегіне төгіліп, орнынан қарғып тұрды. Бәріміздің басымыз салбырап үнсіз отырмыз. Атам ашуланғанда, әжем үндемейді. Тіпті көзін төмен қаратып отырады. Ал әкелеріміз себебін де сұрамайды. Қысқасы, үнсіздікті атамның өзі бұзды. Әжеме қарап тұрып, бұған мына сен кінәлісің. Бөтен үйден келген босаған қылыңды аттаған келінге үй ішінің тәртібін, талабын үйретпегенсің. Анасынан үйреніп үлгермеген, тәрбиені санасына құя қоймаған. Сендердің көшеде ғылым, оқымысты болғандарың мен үшін көк тиын. Үй ішінде ұстанатын қарапайым ғана қағидаларды ұмыт қалдырасыңдар, деді ашуға мініп. Бірақ дастархан басындағылардың ешқайсының да атамның не себепті ашуланғанын батынып сұрай алмады. Ал атам өз батам өзіме, әумин деп үстелден тұрып кетті. Мән-жайға түсінбей біз қалдық. Анамның көзіндегі жасты көрген әжем сабырға шақырып отыруын өтінді. Аталарымның не үшін ашуланғанын айтып берейін. Бұған дейін мен саған бірнеше рет ескерткем. Үйде ешқашан сынық ыдыс ұстамаңдар. Мұны әрқайсыңа жеке-жекеде жалпыламада айтқанмын. Бірақ ықылас танытпайсыңдар. Тап қазір осы үйдегі барлық ыдысты бір-бірлеп тексеріп шығыңдар. Шеті шытынаған кішкентай сынығы болса да қоқысқа тастаңдар. Сынық ыдысты көрген кезде аталарыңды сабырға шақыру мүмкін емес. Осы үшін жас кезімде талай таяқ жегем. Мен де жас келін болып келген кезде байқамай енеме сынық кесемен шай берген кезімде жарықтықтың көзі көрмейтін сынық ыдысты енемнің ернін жырып жіберіп, қанды әрең тоқтатқам. Сол кезде аталарың ашуланып мені сыбағамды берген. Ал енем екеумізге араша түсіп, сынық ыдыстан келетін кесепатты түсіндірді. Енемнің айтып берген аңызы бойынша, Ыбырайым пайғамбар қонақ күтіп отырса, Ібліс келіпті. Ыбырайым селк ете қалды. Әй малғын, сені кім шақырды дейді. Ібліс: Алла жырық ыдыстан маған дәм бұйыртқан. Кесесі кетіктен, табағы жырыққа мен келем дейді. Ыбырайым: дастарханға қараса кетігі ыдыс тұр екен. Жырық кесені лақтырып тастайды да, онда несібеңді сырттан ізде дейді. Содан бастап қазақ халқында жырық ыдыстан кетігінен сайтан қоса араласа ас ішеді деген түсінік қалып қойған деседі. Мұны аталарың санасына жақсылап сіңіріп алған. Өз үйі тұрмақ, өзге де үйлерден сынық ыдыстан тұрса, сол үйден дәм татып алмайтын әдеті бар. Сөз естіп, көңілдеріңе қаяу салғанша, айтқан сөзді қағып алып, екінші қайталамауға тырысыңдар, деп аяқтады әжем әңгімесін. Осы әңгімеден кейін анам ас үйдегі ыдыстарды ретке келтіріп, ескіргендерін жаңалай бастады.
бала күнімде санама сіңіп қалған осынау қағиданы мен де есімнен шығара алар емеспін. Бүгінде өз балаларыма айтып отырамын.